Ата-анамыздай бәрхә қанатлап, жалықпастан сабақ өткен саатлап, түсіндірген қайта-қайта дыққатлап, іззет сізге Мехродария ұстазлар. Ядымда хақлықты санама құйып, тәртіпке шақырдың балаңдай күйіп, есейіп кетсекте қадірің биік, адулы ұстазым мың тәжім сізге. Ассаламу алейкум, еліміздің келешегі болған жастар тәрбиясына пүдайы минетіменен өздерінің үлкен үлесін қосқан, халқымыз тарапынан ардақталған ұлы кәсіп иелері, құрметлі ұстазлар. Ассаламу алейкум, құрметлі мималар, азиз ата-аналар, хамде оқушылар. Бүгінгі бақсышылық бөлімі мұғалімі Жақсыбай Палуанбаевтың класс концертін диққатыңызға ұсына отырып, шаңырақларыңызға амалық, ауызбіршілік жұмысларыңызда тасқын табысылар тілейміз. Концертімізді ашып беру үшін сөз оқу тәрбие істер бойынша директор орынбасары Утепбаев Азамат Орынбаевичке және де бақсышылық бөлімі басылығы Жәлиева Гүлзар Сапарбаевнаға береміз. Ассаламу алейкум, үрметлі ұстазлар, ата-аналар, оқушылар, бүгінгі меймандар байтақтан келген, қош келіпсіздер мектебімізге. Құда қаласа бүгін Милли музыка бақсышылық бөлімінің оқытушы Палуанбаев Жақсыбай мұғалімнің 2024-2025 оқу жылындағы оқушыларына білім беріп, соларды жылдың ақырында оқушыларын сахнаға шығарып, бәрін ата-аналарға һәм де оқушыларға көрсетпекші. Һәм де бұл оқушыларымызға, ұстазға табыстар тілейміз, әумет тілейміз. Құдайым сол Алланы қолдап қуаттап, сахнада үйренген амалын жақсы атқарып шығуына тілектес білдіріп қаламыз. Сонымен біргелікте бүгін оның айтып өтейік, май айы осы бақсышылық милли музыка бөлімінің пән айлығы. Әр концертімізде айтып таныстырып баратырмыз. Себебі октябрь айынан бастап фортепиано деп жатырмыз. Одан кейін тар бастап, одан кейін эстрада, одан кейін халық саздары, академ вокал, театр һәм харакеті, одан кейін суреттеу, әмелі өнері, ең соңында бақсышылық бөлімі пән айлығын өткермекте. Бізде де сол бақсышылық бөлімі пән айлығын өткеру бойынша сол бөлім оқушыларымен оқытушылармен біргелікте ойласып, нелер істеуіміз керек, қандай алып баруымыз керек, қаяқтарға баруымыз керек, қандай нелер өтіп, ашық сабақты өтіп деп релесіп қойғандырмыз. Соның біргелікте мектебімізге Нүкіс қаласынан Амет бағындағы 12 салы мектебіне, балаларымызға көркемөнер мектебіне тәжірибелі ұстаздар келіп отты. Үлкен ұстаздарымыз, Нахал сыйлығының лауреаттары, һәм де тәжірибелі оқытушылар келіп, біздердің мұғаліммен біргелікте тәжірибе алмасы сабақтары өтіп, ашық сабақтар өтіп, жаңағыдай әзе өзінің нелер реттегенде нөмірлерін ұсынып, жақсы нелерін оқушыларымызға үнем ететекші. Соның үшін келген ата-аналар бәріңізде осындай перзенттеріміздегі бір бар талантты сезіп, балаларымыздың қолдарын бос қоймай, осындай бір музыка тарауына бола ма, спортқа бола ма, баркамал ауладқа бола ма, бір неге байлап қойған жерде жақсы, қолын бос қоймай. Құдай қаласа келешекте бір ешқайсынан бір жамандық шықпайды деп ойлаймыз, амандық болса. Соның үшін бір оқушыларымыздан бір жақсы нелерді үйреніп, биыл көп, осы милли музыка бөлім бойынша көп. Аз көріп жатырмыз, жаңа қойып жатырмыздан таңдауларға қатынасып жатырыпты, сонымен телевидениеге барып қайтып жатырыпты одан сырғары. Бұл кішкене бір мағлұмат айтып өтпекшімен, бұл бөлімімізде мектептің ярымы оқушылар бар да. Мектебіміз 150-ге мөлшерленген болса, бірақ 117 оқушы осы бақсышылық бөлімде бар. Соған жараса мұғалімдеріміз бар, 24 мұғаліміміз бар бақсышылық бөлімнен. Әр қайсысында оқушылар бар, алып баратқан оқушыларымыздан бар. Соның үшін әумет табыстар дейміз класс мұғаліміне де һәм оқушыларға да. Қолдап қуаттап жатырмын. Ассаламу алейкум, үрметлі мұғалімдер, ата-аналар, оқушылар, һәм де меймандар Нүкіс қаласынан келген. Қош келіпсіздер Жақсыбай мұғаліміміздің класс концертіне. Концертті басылау алдында тұрыппыз. Құдайым шәкіртлеріміз Құда қаласа сахнада өз шеберліктерін көрсетіп береді. Сонымен пән айлығы деп жатырмыз. Пән айлығыда Құдайым бір сәтлі, жақсы тарқасын. 12 салы балалар музыка көркемөнер мектебінен ұстазлар келіп отыр. Бір қанша
тәжірибелі Сапаргүл апа, Өзбекстанға белгілі бақсысыз. Онан қала берді шәкіртіміз бар. Мына жерде Өтегенова Шерін деген қызымыз осы мектепте кішкене уақытынан осы қызларымыздай бір оқыған шәкіртлерімізді біздер үшін ол да бір мақтаныш. Онан қала берді Қабылбекова Роза деген достымыз бар. Бұл да өзімізбен бірге осы мектепте мұғалім болып істеп кетті. Қазір Нүкіс қаласында істеп жатыр. Ол да бір мақтаныш. Енді менің жаңа айта жағымның бәрін құрметлі Азамат Өтепбаев бәрін айтып кетті. Концертті бастауға рұқсат етеміз. Жақсы тарқасын Құдайым табыстар тілейміз шәкіртімізге. Бұл Жақсыбай баламызда жоғары мағлұматлы ұстаз, шәкіртлер өздерінен алық. Жақсы көткереміз деген ниеттеміз. Жақсы кеуіл кепиятта отырайық, ата-аналар. Қара жорға сазы шертілген жерден, Yoş алып сөздерден бердақтыр терген, мирас тұрсаң бақсы Ахымбет берген, ұзақ жыллар жасар тұтар даусы. Елімнің тарихы бүгінге беріп, есіткен жүреклер балқиды еріп, қарекең сесіңе болғандай жеріп, саған құлақ түрер тұтар даусы. Құрметлі меймандар, қадірлі ұстазлар, азиз ата-аналар, бүгінгі класс концертімізді диққатыңызға ұсынамыз. Мархамат, кеуілі демалың. Ансамбль. Ирани намасына шайыр Алтынгүл Өтениязова сөзіне Қарғалпақ қызыман. Атқарады бақсышылық бөлімі 5 класс оқушылары, класс мұғалімі Жақсыбай Палуанбаев, Кіржекте Жұлдыз Наурызбаева.
Бесперде намасына Шайыр Ибраим Юсупов сөзіне халықтан алғы. Атқарады бақсышылық бөлімі 3 класс оқушысы Қазақбаев Жандарбек. Класс мұғалімі Жақсыбаев Палуанбаев. Кіржекте Жұлдыз Наурызбаева. Келтен алыш намасына ғарип ашық дастаннан кел ғарибім. Атқарады бақсышылық бөлімі 4 класс оқушысы Жәлелова Асия. Класс мұғалімі Жақсыбаев Палуанбаев. Кіржекте Жұлдыз Наурызбаева. Әлқса, ане бұл сөзді айтып болғаннан соң айсанем, ғарип менің білмегенімді білдірді. Тұрысында да ғарип анасынан ұрсат алып келгені мақұл болар деп, беймәлел ұрсат беріп, ғарипке қарап бір сөз деді. Келмесе
Қарақалпақ халық сазы Күнқожа. Атқарады бақсышылық бөлімі 5 класс оқушысы Тұрдыбеков Бекзат. Класс мұғалімі Жақсыбай Палуанбаев. Кеңес намасына шайыр аяп берген Мұсаев сөзіне Қарақалпақта атқарады бақсышылық бөлімі 1 класс оқушылары Мұратбаев Жалғас, Раматинов Қадыр, класс мұғалімі Жақсыбай Палуанбаев, Кіржекте Таирова Айзия. Asa
Ага қарап тұрып, атыспақ керек пе, шабыспақ керек пе? Бұнша неге бат ұрасаң ене ғар, алсаң өлтіріп, ал барсын ярымды берсең егленбейіп, бәр сауаш шайдың керегінде деді. Сонда Қаражан, пай бат жағар, бұл бала бат ұрып қайтады деп тұрсам, маған атыспақ керек пе, шабыспақ керек пе деді ғой. Бұған атыспақ керек десем, сенің жұртыңа келдімдер, маған мейман болдыңдар. Ұзақта тұрып оқ атса, қолы патлы болса, өзім ерген болса, жан шырағыма дейсе, бұл дүниядан армалы өліп кетермен ау. Шаппақ дай баланы жерге сіңірмей несі бар деп, Қаражанның қиялына бір мәмәлік келді. Атларға таққан тұмарым, көп қалмады арманым, мың атымның келені, біздің менен жас бала, сауаш болса құмарым. Ейош, Қаражан мінді қараққа, албамыз мінді шұбарға, екі бірдей батырлар, кірді енді қайратқа, екеуі таудың қанында, бір-біріне ат қойды, қарсыласып қарады, жағаға қоллар салады, ат үстінде алысты ба, жағаға қоллар салысты я. Әсал. Біреуі арман тартады, біреуі берман тартады, ат құйрығы өрілді, абырой қолдан берілді, екі батырдың күшіне шыдай алмай атлары, таудың қара тасына я тізелей беріп жығылды я. Аттан жерге түседі, сауыттың бауын дізеді, екі бірдей батырлар күреске өзін күзеді. Қаражан шықты шеп жақтан, алпамыс шықты оң жақтан, бір-біріне жуырды, екі батыр пәнжірді, теге дейін күресі, қораздайын жылысты, кейін шегініп ба, қошқардай келіп, тасласты я. Тасласты я.
herni barın saz etken, şigitlerden kevlin behre yaz etken. Kaşın kop silvabıl ennaz etken, bağlardan üşün ey kızlar vardı. Söylegende şeker etireyip sözünle, körgende bidim ağrıtırey özünle. Beheri taydırar yıkı közünle, közünle Leyla Züley havda kızlar vardı yar. Ah yar aman ey aman, aman ey yar yar ey yar pelege bidarı. Leyla Züley havda kızlar vardı yar. Амет Бақсы атындағы 12 сыналы балалар музыка һәм көркем өнер мектебі оқушылары Жырау Жалғасбаев Диярбек, Бақсы Кенжемұратов Алибеклерді тамаша еттіңіз. Ансамбль Жапақ Шамратов музыкасы Амет Шамратов сөзіне Амудария. Атқарады бақсышылық бөлімі 4 класс оқушылары класс мұғалімі Жақсыбай Палуанбаев, Гіржекте Халима Бақытбергенова. Бейіш намасына ғарип ашық дастанынан наз білен. Атқарады бақсышылық бөлімі 4 класс оқушысы Жеңісбаев Бекзат. Класс мұғалімі Жақсыбай Палуанбаев. Кіржекте Жұлдыз Наурызбаева.
Sebetbenen keldim yüzün görmege Hem aylip keldim sağan saz billen Sen avrettin şık meni görmege Takabırlık aylip durdum naz billen Min bulkan senin hüsnüne bende yar bende Senin ışkın olup can bilan tende yar tende Davrına aşık olup kelgende Negi yüzün көрсетпедің naz billen Men жүріппен асіреттіңнен қан жұтып Sen ketipsің menden өзге яр тұтып Яурың шақ болған соң мені ұмытып Отырған екенсің түрлі наз білен Ақ жүзіңді бір көрсетпей өлтірдің Түйгіз Ахмет білен бағрым тілдірдің Өз ал келгенімді саған білдірдім Саз етіп, сөз етіп, құш хаваз білен Naz billen Saz etip, söz etip, kuş havaz billen Naz billen Қарақалпақ халық қосығы Ақсүңгіл. Атқарады бақсышылық бөлімі 1 класс оқушысы Мұратбаев Жалғас. Класс мұғалімі Жақсыбай Палуанбаев. Кіржекте Тайырова Айзия. Come on.
Қарақалпақ колхозығы қызлар үйге кір. Атқарады бақсышылық бөлімі 1 класс оқушысы Раматинов Қадыр. Класс мұғалімі Жақсыбай Палуанбаев. Кіржекте Таирова Айзия. Ансамбль. Аңсатбай Қаратенов музыкасы, Өмірбай Қожанов сөзіне кеуілімді бердім. Атқарады бақсышылық бөлімі 5 класс оқушылары. Класс мұғалімі Жақсыбай Палуанбаев. Кіржекте Жұлдыз Наурызбаева.
Ансамбль Саятхан Хамрадастаннан дағлары атқарады бақсашылық бөлімі 4 класс оқушылары, класс мұғалімі Жақсыбай Палуанбаев, Кіржекте Жұлдыз Наурызбаева. Нүкіс қалалық Әмет Уақс атындағы 12-ші сынып балалар музыкалық көркем өнер мектебі бақшылық бөлім оқытушылары.
Yollarım bolsun aytğanın kelgi şırağın Erik bay degen aytamalara Oşu ketir atı var Dört aylav cibirzim Kulağı menin burnunu Gezip ana aladı Gözlerinin avcidirgene Bulguru kayay çıdamaya Kiyatırman avşırağım Sol balanı görmeye Kartaygan karı atası Mardüyenin hatibine Kızın kadın kılmağa Tırıstırı tınmağa Hep baba kayt kıl raydan Hurgul kadir Hudaydan Çarsı sözgiyay can simrir Caman sözgiyay can dürcüger Can dürcüger Halal hizmetine rahat Vatan ana şirke bindin karayla Beni tit bitune hoşuma Yar vatan ana şirke karayla Beni tit bitune şamana 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 Hasretine naş etedi Hayrat ettim şu musafirine bak etedi Şurttan uzap şıkkana minnet yerine Hem hep basın ibe hürmet hak etedi Şaynarlı minnetten
hürmet etip algısa aytar milyon Yar minnetinin tağday tabus düretsin hürmet etip algıs aytar milyon 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 Қауендер намасына Қарыбаш Тастанынан атқарады опера һәм бақсышылық мектеп интернаты бақсышылық бөлімі 8 класс оқушысы Жолдаспаева Мадина, Кіржекте Жұлдыз Наурызбаева. Ансамбль Қарақалпақ халық сазы Қаражорға атқарады. Улыма орта білім беру мектептері арасында өткерілген қабілетлі мектеп ансамблі таңдауында
Қарақалпақстан Республикасы жеңімпазы Мұхаллес оқушылар ансамблі. Класс мұғалімі Жақсыбай Палуанбаев. Қосық шөлдің қарақалпағыман атқарады бақсышылық бөлімі 3 класс оқушысы Қазақбаев Жандарбек. Дауыс сазлау мұғалімі Құдайбергенов Бердақ. Boy
Қосық бірінші мұғалім атқарады. Бақсышылық бөлімі 5 класс оқушылары Базарбаева Альфия, Жарылқасин Жасмина. Класс мұғалімі Жақсыбай Палуанбаев. Бүгінгі концерт хақында өз пікірлерін білдіру үшін сөз оқу тәрбие істер бойынша директор орынбасары Өтепбаев Азамат Орынбаевич Хамде Шалиева Гүлзар Сапарбаевнаға беріледі. Рахмет, құрметті ата-аналар һәм оқушылар, күннен көріп тамашалап жатырмыз. Енді пікірімізді ұсынысымызды айтпастан бұрын қонақ атандай ұлы деп бүгінгі концертімізге, мектебімізге мейман болып келіп тұрған ұстаздарымыз бар, тәжірибелі ұстаздарымыз, бақшылық бөлімінің оқытушылары, 12 саналы балалар музыка көркемдену мектебінің оқытушылары Башиева Сапаргүл апамызды һәм де Атамұратов Сұлтан достымызды сахнамызға мәрәт етіп, бір өзінің пікір ұсыныстарын білдірсе мархамат.
Hürmetli ата-аналар, ұстазлар, hem de оқушылар, концерт меймандары, бүгін Балуанбаев Жақсыбай оқытушымыздың көріп атыш класс концерттерін бір жыл давамында оқушыларына берген білімдерін сахнаға шығарып, үйретіп, сахнаға шығарып атқарып жатыпты. Хақиқаттан сахна әрбір инсанды қолдап қуаттайды. Айрым кездерде сонша қара көз қарап тұрғаннан кейін албыратады. Сәл албыраған, сәл кемшілік болған болса, кешірім сұраймыз. Себебі сабақ уақытында басқаша болуы мүмкін. Сахнаға шыққаннан кейін сәл албырауы мүмкін. Соның үшін тура түсініп, үйге барып тағы балаларға я мұғалімге қапа болып өкпелеп жүрмең тағы. Соның үшін бәрін тура түсініп деп ойлаймыз. Бәріңізге рахмет, осындай президенттерімізге осындай етібар беріп, қымбатты уақытыңызды алып келіп тұрғанларыңызға. Бұл да бір үлкен бір байрам. Оқушылар сахнаға шыққан соң жүректері жарылып, шәукілдеп, неше күннен бері қашан болады, қашан өткеріледі деп. Соның үшін де ата-аналарға көп сізге мың рахмет. Осы балаларымыздан сезіп бәрін. Соның үшін де бүгін бағана айтып өттік, мектебіміздің меймандары Нүкіс қаласы Амет Бақсы атындағы 12-ші салы балалар музыка һәм көркемөнер мектебінің оқытушыларынан бір ауыз бір жақсы тілектерін естіп қалсақ мархамат. Қош келіпсіздер. Концерт жүдайым зор. Рахмет. Әуелен бар меймандос халқымыз, Қарақалпақ халқы, Қараөзек ел атына мың рахмет. Мінекей ұсыншама минетпенен көрініп тұрды. Бір жыллық минет Жақсыбай баламыздың жұмысларына табыстар. Ұлыма бұл мектептің бұрыннан хабарымыз бар. Менде 30 жылдан бері осы музыка мектебінде мұғалім болып істеймін. Бұл мектептің Қарақалпақстан деген Өзбекстан көлемінде орны айрықша. Әмме мектеп, үлгілі мектеплердің қатарында. Бұл мектептің ұстазларына, мінекей көріп отырмыз, бүгінгі жүдә зор балаларым. Алға, тек осы қоллап қуатлауы ата-аналардың. Бірінші мәселеде ата-аналар. Осындай перзентлерін ітібарменен, музыка мектеплеріне әкеген балаларын музыка мектеплеріне жетелеп әкеген ата-аналарға мың рахмет. Бұны осындай шәкіртлерді таярлап шығуда ұстазлар үшін аңсат нәрсе емес, қоллап қуатлауды мәңгіге давам ете берсеңіз. Жақсыбай балам, жүдә бүгін концерттің жақсы болды. Рахмет. Бұннан да саған табысылар тілеймен. Мектеп коллективі жамаатыңыз ауызбіршілігіңіз беккен болсын. Бұннан жұмысларыңызда рауаж. Рахмет әммеге. Концертке ітібар менен бөліп, уақытларыңызды бөліп келген ата-аналар, мейманлар, әмде мінекей біздерді жылғы жүзділік беген күтіп алған мектеп коллективіне, әмде мінекей концерт беріп, атқарып берген жас өспірімлерімізге міннеттаршылығымыз шексіз. Балаларым елесіздерден біздердің үмітіміз күшлі, белгілі. Өзбекстан дегенде жаһанге белгілі мәдениет қызметкерлері шығады деп үміт етіп қаламыз балаларым. Алға. Рахмет. Ассалауму алейкум, құрметті ата-аналар, меймандар, кәсіптестер, мектеп жамааты. Бүгінгі концерт жүре бір жақсы өтті деп ойлаймыз. Құдай қаласа, солардың бәрі бір ұстаздың минеті, бір жылдық минеті дейміз ғой. Енді оның жалғыз аттың шаңы шықпас, шаңсыз даңқ шықпас дейді. Енді бір Жақсыбай болған оның қасында қолдап қуатлаушылар, жас үлкен, жас кіші ұстазлар, мектеп жамааты, соның барлығы бір ұстазлардың минеті. Соның үшін ұстаздарға миннетаршылық білдіреміз. Сахна декорациялары, сол сахнаның артында жүрген қол көмегін беріп жүрген жігіттерге Жақсыбайдың қасында историясынан көріп отырмыз. Түнгі 1 ме 2 ме түнгі уақытлар сол сахна декорацияларын істеп, енді әлбетте оның бәрі сол минет үшін, жұмыс нәтижелігін көрсету үшін. Ата-аналарға да рахмет, сол ұстаз шәкірттеріңіз, балаларыңызды сондай қолайлықтардан пайдаланып, музыка мектебіне баруға имканат жаратып бергенің үшін да. Пәлектің астында жатқан балалар, елде Құдай қаласа бұлардан бір халқымызға белгілі бақсы, жыраулар, милли фольклорымызды дүнияға танытатын жас әулетлер жетілісіп шығады деп ойлаймыз. Мектеп жамаатіне де рахмет, сондай бірінші панайлығымыздың бірінші сапарымызды сол Қараөзек районынан бастадық. Құдай қаласа енді басқа районларға да барып өзіміздің бір концерттерімізді, шеберлік сабақтарымызды өтуді давам етеміз. Және бір мәрте рахмет. Рахмет. Рахмет, меймандарымыз жақсы тілектер, жақсы ұсыныстар өтіп, рахмет көп. Құдай қаласа сіздердің апамыздың бір жолларын беріп, Өзбекстанға, Қарақалпақстан белгілі бір мәдениеттары қызметкерлер бүгін өсін, дүние жүзіне белгілі болсын. Сон бергіліктен меймандар асықсыз деп тұрып еді, кітте бір ауыз пікір айтып кетің деп тұрып, іркіп атқанымыз еді.
көп ірке бермей қойға, ұрсат болса, біздер қалған ата-анамен бірге, мұғаліммен біргелікте жалғастырамыз. Енді кішкене әкеліңіз. Құры кетпен енді бір мектебіміздің атынан сіздерге бір таярлаған аз ғана бір Қарақалпақстан Республикасы Қараөзек районы 16 салы балалар музыка һәм көркемдік мектебі 2024-2025 оқу жылы барысында 2025 жыл 5 май күні өткерілген бақшылық бөлімінің пән айлығына тәжірибелі оқытушылармен шеберлік сабақтарын өтіп һәм концерт жүргізіп берген үшін Нүкіс қаласы Әмет Бақсы атындағы 12 салы балалар музыка һәм көркемдік мектебі жамаатіне minnettarchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Рахмет, хақ жол тілейміз, жолдарыңыз болсын. Ал міне Жақсыбай концертті көріп тамаша еттік. Жүдайам жақсы өтті концертіңіз. Сахна безеулері не деген минетлеріңіз жатырыпты бұның арқасында. Оны біліп көріп отырмыз. Мұғалім айтып өткендей историяңыздан. Со шәкірттеріңіз өзіңізден алық болсын, Құдайым, мәртебең бәлент болсын. Әрдайым со жүзің жарқын болып, со шәкірттердің арқасында қуанып, Өзбекстанға танып жүре бер. Ата-аналарымызға да рахмет, қымбатты уақытларын бөліп кеп отырыпты. Осындай перзентлерін музыка мектебіне беріп, өнерлерді үйретіп жатқан ұстазына рахметлерді айтып отырсыздар ғой қазір. Кішкене балаларым шығып отыр міне апа. Бірінші класс балаларым сахнаға шығып қуанып, не деген қуанышы көздерінен білініп тұрыпты. Со шәкіртлеріңізден Құда қаласа үлкен өзіңіздей ұстазлар Құдайым жетілсе берсін. Құда қаласа мына қызларымыз, балаларымыз бәрі көздері жайнап не деген. Со сіздерге оқуларыңызда табыс тілейміз. Ұстазыңыздың жолын берсін Құдайым. Құда қаласа ұстазыңызға ұсаған, сіздер ұстаз болғайсыздар, үлкен оқуларға кіріп, біздердің ізлерімізді басып, үлкен бәлен шоққыларда жүре берің, балаларым. Со Жақсыбай сізге және бір мәрте жұмысларыңда табыс тілеймен, шәкіртлерің өзіңнен алық бола берсін. Концертке гәбі жоқ зор өтті. Рахмет. Жақсыбай, енді ата-аналардан мархамат ата-аналар келеміз. Бір ауыз бір жақсы тілектеріңізді айтып, пікір ұсыныстарыңызды айтып, келіңіз мархамат. Бүгінгі Жақсыбай баламыздың класс концертін көріп отырмыз. Рахмет, жақсы өтті, кеуілі өтті. Со баламыздың жұмысларында табысылар болсын. Барлық ұстазларға да рахмет. Жақсы отырдық, жақсы тыңдадық. Мына балаларымыз, қызларымыз жақсы атқарды. Рахмет. Со өзіңізден алық болсын. Рахмет, бақытлы болыңдар. Шаршамаң еш уақытта. Неге папасы да келіп отыр. Рахмет. Осындай балалар тәрбиелағандарына рахмет. Құрдасым ғой екі басты. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі концерт қатынасушылары, міне бүгін Жақсыбай ініміздің концертін көрдік. Жүда жақсы болды. Бір жыл давамындағы еткен минетлері. Рахмет. Жұмысларыңызда табыс тілейміз. Білім сырларын беріп жатырсыз. Еш уақытта жалықпаң. Тәрбиелеп жатырған шәкіртлерің өзің жүзіңді жарық еткендей шәкіртлер болып жетілсін. Жұмысларыңда бұндан бетер табыстар тілейміз. Сонымен бірге мына музыка мектебінің барлық ұстазларына көп рахметлер айтамыз. Жұмысларында табыс тілейміз. Мен сол мектептің 4-ші класс оқушы Жәлелова Асияның мамасына. Рахмет, мархамат. Мінеге бүгінгі менің ақылығым 1-ші класты тамамлайын деп тұрыпты. Қолына дутар ұстап үйреткен мына Жақсыбай баламызға мыңнан бір рахмет Құдай. Жұмыстарыңда табыс болсын. Құдайым қатарыңның алды болып, өркелей беруіңе тілектеспіз. Жақсы өтті концертің. Мына кішкентай қызымның атынан Айымхан деп қойдым. Айымхан Шамратов адай құлам әтіс болсын деп, сіздердің жолларыңызды берсін. Құдайым көп нәрселерден аулақ болады. Бір жақсы тәрбиеланады деп балам музыка мектебіне беріп ем. Қатарының алды болсын, айнан сілердің жолларыңызды берсін.
сол кәсіптеріңізде камал тауың. Рахмет, жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум. Міне бүгін ұстазлар, оқушылар, ата-аналар Жақсыбай мұғаліміміздің концертіне келіп, көріп, тамашалап, ұйқыланып. Концерт зор болды. Таярлағаның үшін рахмет. Жетістіккерліктер оң болсын, орын алып келіп жатыр, Ташкентке жолдама алып келіп жатыр. Минетің жемісін көр, шәкіртлерің өзіңнен алып болсын әрқашанда. Минетіңнің жемісін көр, наны қалың болып, шәкірт даярлауда шаршамай жүре бер. Рахмет әммеге. Рахмет, жақсы тілеклер айтылып атты, бәрі оңынан келсін. Бүгін Жақсыбайдың класс концертіне келдік. Сол концерттің жақсы өтті, зор, молодец, сахнаны көріп қуанып қалдық. Сол Рамизаның мамасыман мен рахмет айту ұсаққа шекемін. Шәкіртлерің өзіңне алық болсын, мәртебелер бәлент болсын. Осылардың жақсы күндерін көріп қуанып жүре берің. Сол осы мектеп жамаатіне рахметімді айтамын, көп-көп. Рахмет, сау болыңыз. Келіңіз аға, мархамат. Ассалаумағалейкум, hürmetli ата-аналар, һәм мектеп оқушылары, һәм ұстазлар. Міне бүгін мен балам Жақсыбайдың бүгінгі концерт программасын көрдім. 24-25 оқу жылындағы есеп беру концерті. Міне ата-аналар өзінің кеуден шыққан жақсы тілектерін айтып жатқан шығар. Тілектердің бәрі қабыл болғай. Міне балам сонша көрдіңдер жаңағы біреудің ақылығы бар, біреудің баласы бар, біреудің қызы бар дегендей, һәмме өзі сол көріп қуанып кеуде не айтарын білмей отыр да енді көбісі де. Қуаныштарыңыз мәңгі болсын. Мына мектеп ұстаздарына оқытып жатқан һәммесіне жұмыстарында табыс, үміт ер бола бергеймін. Келешекте жоғары оқу орындарында мына кіріп, сол балаларымның, менің баламның атын шығарып, сондай мәртебелі ұстаздан шықтық деп айтатын халға келе берсін балаларымыз. Рахмет аға. Мектебімізде қандай не болса оралбайған пастияның гуасы болып тұрады. Рахмет, сау болыңыз. Енді өзі арасында бір кіржексі пайда болып оқушымыз. Ата-анасы келмейміз емін ғой? Тайыр ба? Қалғалы бақсы, сазенде кіржекті өзі бір оқушы болады арасында, бір 2 жылдан, 3 жылдан. Оны ата-анасы келіп сөйлемесе, е? Келіңіз, мархамат. Ой, Рахмет, бүгін концерт зор болды, Жақсыбай інім. Рахмет, шәкіртлерің өзіңнен ағыла болып, минетің жемісін көр. Үйне менен құдық қазғандай зат қой бұл. Ана кіржекті мен өзім көріп қайлы қалама, үйге бар апарған кезде шертейін десем, ешқандай неғымайды қиын деп кетеді. Я ода тар болмаса, я басқа зат болмаса, я ноташ жоқ бір білініп тұрған. Қалай үйретеді мен хайранмын. Рахмет, жемісін көре бер минетіңнің. Рахмет берге дәмеңізге. Қаликімге де рахмет. Рахмет, ұсындай ұстаздың жұмыстарынан сезіп, айтып атқан ұсындай сөздер еспей қала жақпыз жаңа, е? Рахмет, сау болыңыз. Басқа бар ма ата-аналар? Келеміз. Онда класс мұғалімі Палуанбаев Жақсыбай, өзіңіз келген ата-аналарға, оқушыларға. Әуелен бар, ассалаумағалейкум баршаға. Бүгінгі класс концертті қолдан келгенше әрекет етіп, осы дәрежеде шөкілместірген, қасымда қол көмекші болған осы мектептегі менімен бірге жұмыс істеп жатырған барша қыз-жігітлерге өз миннетташылығымды білдіремін. Әлбетте осындай оқушыларды камалға келтіріп тәрбиелеп отырған ата-аналарға айрықша рахметім шексіз. Құда қаласа, өзіміздегі бар білімді беріп, осы перзентлеріңізден құда қаласа дүнияға белгілі бақсы, сазенде қыз-жігітлерді тәрбиелеп шығуға әрекет етеміз, һәм аянбай бар білімізді беруге әрекет етеміз. Баршаға рахмет. Сіздер арыс шәкірт болып ерісің. Көре берің минетіңнің жемісін, алдық сізден сабыр тақат үлгісін, аман болың, Мехрідария ұстазлар. Ұсының менен бүгінгі концерт бағдарламамызды жұмақлаймыз. Диққатларыңыз үшін рахмет.